Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мейірімді Нұрай. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Сындырып алған, сынған, ыдыс. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Оқылым тапсырмасы 3-ші тапсырма 59-шы бет. Мәтінді оқы. Нұрай өте мейірімді қыз. Ол бүгін әжесіне көмектесті. Ыдысты жуды. Бір ыдысты сындырып алды. Нұрай сынған ыдысты әжесіне берді. Әжесі, кім сындырды деп сұрады. Мен, деді ол. Нұрай оған жылады. Жылама, құлыным, сен өтірік айтпадың, шындықты айттың. Сен ақылдысың, деді әжесі. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді түсініп оқиды 1 балл, мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Жазылым тапсырмасы 2-ші тапсырма 58-ші бет. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Тиісті қосымшалар Е, Т, Т, Дің, Н. Берілген сөздер, сөйлемдер. Зере анасына көмектес. Тиісті қосымшаны жалғап жазамыз. Ол гүл. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшалар жазамыз. Су құйды. Ыдыс жуды. Сен ыдысты сындырып алды. Әкесі таға 3 тиынға сатты. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жазады. Әр дұрыс жазылған қосымшаға, әр дұрыс жазылған сөйлемге 1-1 ұпайдан беріледі. Барлығы 5 ұпай. Сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 2 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.